Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 56-шы сабақ шынықсын денеміз тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: жұмбақтардың шешуін тап. Табаныма байладым, қос таяқпен айдадым. Шаңғы. Зулап түсіп төменге, шықпас менсіз төбеге. Шана. Табанға тақтым, жалпаң қақтым, зырлап бақтым. Коньки. Жұмбақтардың авторы Ескен Елубай. Келесі: бес ін, бес іннің аузы бір ін. Қолғап. Тоңғақты таниды, беті қолын қариды. Жұмбақтың жауабы аяз. Алтыншы жұмбақ: отқа жанбас, суға батпас. Мұз. Екінші тапсырма: өлеңді дұрыс түсініп оқы. Шынықсын денеміз. Жүріңдер балалар, сырғанақ тебеміз. Құрыспай құрыштай, шынықсын денеміз. Таяққа бау тағып, шаңғыны майлап ал. Биялай, малақай, бәрінде сайлап ал. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма? Жел ұрып қар кіріп, қонышыңа толмай ма? Желменен жарысып, сырғанақ тебеміз. Құрыспай құрыштай, шынықсын денеміз. Өлең авторы Бердібек Соқпақбаев. Үшінші тапсырма: өлең жолдарын қайталап оқы. Қандай қателерді байқадың? Түзетіп жаз. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма? Жел ұрып қар кіріп, қонышыңа толмай ма? Құрыштай құрыспай, шынықсын денеміз. Олай болса балалар, қателерді табайық, иә? Жақсылап байқашы дегеннен кейін үтір болу керек. Аяғың тоңбай ма? Сұрақ белгісі болу керек. Жел үріп үтір, қар кіріп үтір. Қонышыңа толмай ма дегеннен кейін үтір қойылу керек екен. Олай болса балалар, өлеңнің бірінші шумағында тыныс белгілері қойылмаған, иә? Сол тыныс белгілерді қойдық. Ал екінші шумағында құрыштай құрыспай емес, керісінше құрыспай қырыштай болу керек екен, иә? Яғни екі сөздің орны ауысқан. Шынықсын денеміз. Өлеңнің екінші шумағындағы бірінші жолында екі сөздің орны ауысқан, және де екінші жолында тыныс белгісі нүкте қойылмаған. Өлеңнің қателерін түзеп жаздық. Төртінші тапсырма: сөйлемдерде жіберілген қатені тап. Шаңғы қысқы спорт ойыны. Шаңғыны мұз айдында тебеді. Олай болса балалар, бұл жердегі қате жазғы спорт ойыны емес, қысқы спорт ойыны. Және де балалар, шаңғыны мұз айдында теппейді, шаңғыны қарлы тауда тебеді. Бесінші тапсырма: сурет пен өлеңнің ұқсастықтарын әңгімелеп айт. Бірінші жылдың қай мезгілі, қандай спорт түрі, шаңғы тебу үшін нелер қажет, оның қандай пайдасы бар? Балалар, қыс мезгілі қалың қар жауды. Балалар тауға шаңғы тебуге шықты. Шаңғы тебу үшін шаңғы етіктері, шаңғы таяқтары, биялай, малақай қажет. Шаңғы тебу денені шынықтырады, денсаулыққа пайдалы. Алтыншы тапсырма: қыстық заттарды таңдап, оған сәйкес ойын түрі туралы әңгімелеңдер. Балалар, бұл жерде бізде шана және де коньки берілген, иә? Шанада сырғанау балалардың қыста ойнайтын ойыны. Олар таудан немесе мұз үстінен шанаға отырып тез сырғанайды. Бұл ойын көңілді сергітеді және достармен бірге ойнауға жақсы. Шанада сырғанау ойыны үшін бізге шана, комбинезон, қолғап және де бас киім керек. Конькиде сырғанау өте қызықты спорт. Суықта қар үстінде жылдам әрі жеңіл қозғаласың. Бұл денсаулыққа пайдалы және көңіл күйді көтереді. Ал конькиде сырғанау ойыны үшін бізге арнайы қалың үрте, коньки, қолғап, бас киім керек. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.